Сәлем достар, менің есімім Арай, қаланың да, ауылдың да, жайлаудың да тұрақты тұрғынымын. Бұл асы жайлау. 4 жасынан бері әр жас сайын осында көшіп келіп, төрттілігімізді бағамыз. Жарық пен байланыс жоқ, сондықтан күн ұясына батып, қас қарайғанда ініне тығылған суыр сияқты жылы көрпеге оранып, біз де ұйқыға кетеміз. Әдетте жайлаудағы тіршілік таңғы 4-5-терде басталады. Одан кешігіп сағат 6-ға ілінбейміз. Біз үшін ол қателік болып саналады. Қазақ үйдің киізі шұрық тесік болғаны жақсы. Түнде жымыңдаған жұлдызды, таңертең күлімдеген күннің көзін көре аласың. Бізді ұйқымыздан сағаттың қоңырауы емес, қасқа сиырдың дауысы, қойдың маңырағаны, ешкінің жергіпке симағаны, жылқылардың қытырлатып шөп жегені, көкесектің ыдыстарды төңкеріп көксіт іздегені, найзаның үрген дауысы оятады. Таңғы 5-те сиыр сауып, 6-да самауырын қойып ас ішеміз. Асы жайлауында Құдайдың құтты күні жаңбыр жауады. Сондықтан ала бұлт үйіріліп мықты жел оталмай тұрғанда қойларымызды дәрілейміз. Мен екпені дайындаймын. Інілерім қойды шетінен ұстап, әкем екпені егіп, сонан соң таңбалайды. Бұл паразиттерге қарсы дәрі. Осыны салған соң қойдың мұрнына маңқасымен бірге ішек құрт түседі. Әлгі құрттың көлемі саусақпен бірдей, нақтылап айтқанда кішкентай бөбек сияқты. Біз сырттың тірлігімен қауырт жүргенде, анам қазан ошаққа шетінен жылытып сүт тартады. Мен дереу бақанда жайылып тұрған құрттан алып, кілегейге матырып жеп аламын. Екеуі әдемі үйлеседі. Сағат 9-дарда қара бұлт жабыла келіп, күннің көзін жасырып, бұлқан-талқан бұршағын төгеді. Су болатын дүниенің бәрін қымтап, көңнің шет-шетіне тас бастырып, бақандағы құрттарды үйге кіргізіп, жауынның басылғанын күтеміз. Сәлден соң табиғат сабасына түскенде, нанымызды пісіріп, түскі астың қамына кірісеміз. Қарынға ел қонған соң құрт жасаймын. Сырт көзге тас тәрізді көрінгенмен күн көзіне шыққан соң кебеді, кішірейеді. Арасында сықпа құрт жасағаныңыз болмаса, жалпы осындай дәу құрт берекелі біз үшін. Қазан ошақтың отын суытпай, лезде қатық үйітіп аламын. Әдетте қатықты түс ауа үйітамыз. Ошақтың шоғын пайдаланып, көң қалап, суды молынан толтырып, ыстық термостарға құямыз. Кешкісін жуынып шайынғанға, таңертең келіп бет қол жуғанға ыстық су дайын тұрады. Тірлік тынышталғанда көрші үйлерді аралап қымыз ішуге шығам. Діттеген жерге жетіп, үй иесіне жөніңді айтып, біраз бөгелеріңді білсең, атыңды мамағашқа байлап телміртпей, ауыздығын алып, тартпасын босатып, тұсаулап қойған абзал. Азда болсын әлденіп алады. Сөйтіп сарығымыз сапырған үйге келдім. Басымды қазақ үйге сұғып табалдырықтан аттай бергенім сол-ақ еді. Қымыздың иісі мұрынды жарып, әлемнің бар байлығын бір басыма үйіп бергендей ғажап күйге елітіп әкетті. Шынымды айтсам, кеткім келмеді. Күбісіне кенеше жабысып, 1000 мәрте пісіп, құдықша қымызын жұтып отыра бергім келді. Бейне жазбада көріп тұрғандарыңыздың біреуі күбі, екіншісі мес. Мес дегеніміз теріден жасалған ыдыс. Көбіне ешкінің терісін қолданады. Көші-қон қазақтың тұрмыс тіршілігінде тастамай пайдаланған, тарихы тереңде жатқан ыдыстың бірі болып саналады. Сөйтіп местің де, күбінің де қымызына тойып алып, әндетіп үйге келіп қамар сұлуды қайталап оқыдым. Асының жері дәл Астананікіндей, қанша жерден шашыңды мықтап түйсең де жалбырап тастайды. Сол себепті бумаймыз, тартып тұрып өреміз. Қазақтың қыздарынан шаштарын 10 күн тарап 5 күн өрген деймін де, 6 айда 6 құлаш, 7 айда 7 құлаш, өс деп шашпау тағам. Еліктің лағындай боп қоңыр қазақ үй мен ақ қазақ үйдің арасында сіңілім асыр салып ойнап жүреді. Ымырт түсе қарағайлы сайдан қой келеді. Назарыма амандасып, бетінен сүйіп мауқымды басам. Бұзауды ноқтасынан босатып сиыр сауамыз. Сиырлар кербезденіп, бір орыннан тапжылмай, арнайы шақыртуыңды күтеді ау шіркін. Тобығынан топан су кеп жатса да былқ етпейді жарықтық. Өзіме тартқан олжалы. Кешкі асқа бір қазан қылып кеспе жасап, қызыл лазымен соғып аламын да май шайқаймын. Бұлақтың мұздай суына оң қайтара жуамын. Кешке таман күн мен істейтіннің жарығын қосып төсек саламын. Ұйықтардан бұрын шараға қымыз толтырып, бір-екі кесе ішіп аламыз. Аяққа жүн нәски, басымызға бас киім киіп, қалың екі көрпе жамылып ұйықтаймыз. Сонда да жаурайсың. Әжемде көрпені 1,70 бойынан асыра тікпеген екен. Басыңа тартсаң, аяғың ашық қалып, аяғыңды қымтасаң, басың ашық қалып, әйтеуір көз ілгенше тісіңді сықырлатып, таңертең қып-қызыл мұрынмен оянасың. Тау бөктері, жайқалған жайлау, табиғат құшағы, қазақ үйде ұйықтағанның өз кереметі бар. Аспанда жұлдыз жымыңдап, өзеннің ағысы естіліп, табиғат тіршілігін анық тыңдап, жануарлардың қимылын бағып, желсіз түннің жарық айында көз іліп, тәтті түс көріп, шұғаның ауылына қонаққа барасың.